Сәлем достар, бұл Массагет ТВ арнасындағы техношолу айдары. Бүгін шолуда Huawei Watch GT2 және Huawei FreeBuds 3 құлаққаптары. Ендеше бірінші смарт сағаттан бастайық. Huawei Watch GT2 смарт сағатының моделіне қарай 46 және 42 мм түрлер бар. Менің қолымда 42 мм смарт сағат. Бұл модельдің дизайны 46 мм нұсқаға қарағанда минимализмге жақын. Артық ешбір элементі жоқ. Шағын әрі жеңіл сағат. Сағат баусы салмағы бар жоғы 29 грамм. Смарт сағатқа 390x390 пиксель анықтықтағы AMOLED экран орнатылған. GT2-ні Android құрылғыға да, iOS смартфонға да жалғап қоюға болады. Ол үшін Huawei Health қосымшасын жүктеп алу керек. Мұнда сағаттың барлық статистикасы сақталады. Бұл сағатта жаттығуда пайдаланатындардың айтуынша GT2 көрсеткіштерді анағұрлым дәл есептейді. Сағаттың сезбек арқылы жүрек соғысын қадағалайтын True Sync, ұйқыны қадағалайтын True Sleep және адамның стресске душар болған ескертіп отыратын True Relax деген технологиясы бар. Сағатты смартфонға немесе сымсыз құлаққапқа жалғап, плеер ретінде пайдалануға болады. Яғни смартфонда қалтадан шығармай-ақ сағаттан келесі әнге ауыстыра аласыз. Сондай-ақ смартфонға келген қоңырауды өшіруге болады. Бір кемшілігі оны қабылдап сөйлесетін мүмкіндік жоқ. Сағат док-станциядан сымсыз қуатталады. Толық 100% 7-8 күнге жетеді. Мысалы, мына сағатты қолданып жүргеніме 4 күн болды. Әлі 60% қуаты бар. Енді сымсыз құлаққаптарға көшейік. Huawei FreeBuds 3. Сырбаз дизайны бар, өзге сымсыз құлаққаптармен бәсекеге түсе алатын модель. Оның ең басты артықшылығы дыбыс сапасы. Ол сыртқы шуды басып, тек музыкадан ләззат алуға мүмкіндік береді. Мысалы, Молданазардың ең бір мамыражай деген ән тыңдасаңыз, сыртқы абыр-дабырды мүлде естімейсіз. Бір қызығы Huawei FreeBuds-тың Kirin A1 деген өз процессоры бар екен. Ол не үшін керек десеңіз, құлаққаптағы Bluetooth 5.1 модулін қабылдап, дыбысты 356 МГц жиілікте өңдейді. Осылайша аудионы жылдам әрі тұрақты синхрондайды. Брендтің айтуынша, мысалы, түрлі электроника шоғырланған жерде де сигнал еш үзілмейді. Мына кейстердегі 100% қуат құлаққаптарды 4 рет толық қуаттауға жетеді. Құлаққаптың өзін 4 сағат еркін пайдаланса болады. FreeBuds 3-ті құлақтан түсіп қалады деп қорқудың қажеті жоқ, өйткені бұлардың әрқайсысының салмағы 5 грамм және дизайны құлақта берік тұратындай етіп жасалған. Дизайнның тіпті Dolphin Bionic деген аты бар екен. Қолданушы FreeBuds 3-ті пайдалану үшін оның Huawei смартфоны болуы тиіс және оған орнатылған арнайы қосымша керек. Өкінішке қарай басқа модельдермен байланыстыратын мүмкіндік жоқ. Құлаққаптардың ақ және қара түрі бар. Қазір ақ түсті құлаққаптар көбейіп кетті, сондықтан ең жақсы альтернатива ретінде қара FreeBuds-ты сатып алуға болады. Жалпы Bluetooth құлаққаптардың ең осал тұсы бар. Олар телефонмен сөйлескенде адам дауысын анық жеткізе алмайды. Өйткені құлаққап айналадағы шуды қабылдай береді, бірақ мына құлаққаптарда ондай проблема жоқ. Себебі оған жаңа айтып өткен Kirin A1 процессоры орнатылған. Ол арнайы сезбектердің көмегімен сіздің даусыңызды анықтап алып, одан өзге сыртқы шуды басады. Нәтижесінде сіздің даусыңыз телефонмен сөйлескенде барынша анық және қаттырақ естіледі. Сонымен қорытындыласақ, біз сымды құлаққаптарды не үшін жақсы көреміз? Олардың дыбысы таза және қуаттаудың қажеті жоқ. Ал сымсыз құлаққаптардың артықшылығы қандай? Бұлар смартфонға жылдам қосылады және қолдануға өте ыңғайлы. Huawei FreeBuds 3 аталған екі категориядағы үстемдіктің барлығын бір бойына жиған. Менің көңілімнен шықты. Сонымен бүгінге осы смарт сағат және құлаққап туралы ойыңызды пікірге жазыңыз. Келесі жүздескенше күн жақсы.